Достар, 3 айлық, 2 айлық және де почти 4 айға келген, берсе 4 айға келетін балапандарым. Міне, нормально өсіп жатыр. Міне, алып келдім бақтырылған бидайды. По идее, бұны өсіремін деп қойғам, жаңа айтқандай. Кішкенесін алдым бұларға беру үшін. Так. Ана кормушкаларында кішкене жем бар екен. Бақтырылған бидайды берем. Кәдімгі жейді оны. Так. Не үшін бәрі жабылып тұрып жеп отыр кәдімгідей. Сағат бізде 7:30 болды. 7:30 болды. Күн енді былайынан кете бастады. Күн отыра бастады енді. Енді отырып келе жатыр. Әлі толықтай отырған жоқ күн. Міне өстіп бақтырылған бидайды прям жақсы жейді. Андай жай бидайды андасында жемей қалады. Кішкене арықтап кетті. Сол енді салма жинайтын болады енді ақырындап. Міне суларына, кстати, сода бар ғой, пищевая. Бір тауыққа 0,15 грамм сода бересіздер, в общем. Ыстықта. Сол кезде кішкене жеңіл болады ыстықты өткізу оларға. Так, сосын достар, жаңалығымен бөлісіп кетейін деп едім. Бұларды кешке жақын, қазір бір сағат 8-дерде күн толықтай атқаннан кейін, күн мен түннің ортасында шөпке жайып алам. Мына жаққа жайып алам. Осы жаққа жайып алам. Мына жаққа, мына шетке, огород по идее. Мен бұрынғы көрермендерім, так, біріншіден ухилю әтешті қорадан аяққа ауыстырып тастадым. Сосын брудер не десеңіздер, мен сіздерге айтып түсіруді ұмытып кеттім. Жалпы бұл күрік тауықтар комментта сұрапты. Тағы да бір белый кохинхинің қайда дегенде, бұлар мына жерде. Ане бұлар осы жерде. Күрік тауық басып шығарды міне. Бұл өзі 6 басып шығарды, астына 10 қостым. Сонымен міне балапандар жүр. Балапандар бір хохлатый, потом бір 10 штук домашний, потом қалғандар полубрама. Содан кейін ақ гибридімді шығарды. Онда сіздерге түсірген жоқпын. Бірақ та бұның жатқанын мен түсірген видеоға сіздер көрдіңіздер. Бұның қазір қасында ухилю и домашний, міне ухилю домашний. Сосын 2 брам бар. Ішінде бір әтеш, бір тауық брам бар. Так, енді основной қораға келетін болсақ, қошын бүгін полностью жеммен бірге түсірілім. Енді күнде сала беретін видео болам. Сон достар, міне кохинхиндарым өсіп қалды. Міне, даканды күрік болған, бұл да басып шығарды. Олар мынандай қорада тұр. Мен жаңа қора жинауға шығып едім. Мына балапан өсіп жатыр екен. Гигорн далматинец. Жалпы негізі тірі, бұлай дейтін балапан. Жаңа аузына ампицилин сеуіп қойдым. Бұл балапан бізде бастан кетіп отыр. Неғып десеңіз, тамақ бергенде, мына дакан, бұлай осы күрік тауыққа тамақ бергенде, наларға тамақ бергенде, ана мамасы өзінің балаларын шақырам дейді. Мына балапандардың басын шұқитын байқаған мен. Менде қазір орын жоқ болғандықтан осына қоя тұрғам. Және жаңа қораны нақты сәл-пәл жинастырып қойға кірсем, балапан өліп жатыр. Содан соң резко бардым үйден, ампицилин алып келдім. Суға шприцпен араластырып бердім. Міне кукуруз жеп отыр қазір дейтіні. Так, сосын мен бұларға андасында комбикорм беріп отырам. Тоже комбикорм жейді. Бірана кішкентайлар жемейді. Сондықтан жаңадан алып келген жемді көрсетем. Жалпыға видео ұзақ болайын деп тұр. Так, мынау үлкен тауықтар. Білесіздер бұларды. Бүгінге бір жұмыртқа алып кетті. Подстилкасын опилкадан трапкаға ауыстырып қойдым. Себебі жұмыртқаны жарып тастай берді опилкадан. И ыстық туғанда. Так, әтеш буксовать етіп жүр, белый кохинхинға. Жалпы тауықтар сәл-пәл ыстықтап отыр.
тамақ көп жеп қойғаннан ба білмедім. Так, мына жақта балапандар. Шелковый, Адлер. Айтып жатыр комментарияда, не үшін шелковый ұстайсың, бірдеме дегенде. Енді достар, кімге не ұнайды, соны ұстайды, кімге не ұнайды, соны алады дегендей. Өйтіп қатты өйтіп суиз етпей қойыңыздар. Неліктен ұстайсың дегендей. Мысалы, біреуге брам ұнаса, маған брам ұнамайды дегендей. Солай, енді. Самый главный, жақсы балапан, ауырмайтын балапан болса болды. Сол. Міне адлерларым көтеріліп қалды, не дейтін. Ақырындап сәл-мәл өсіп жатыр. Шүкір, шай болды. Комментке жаза кетіңіздер. Мына шелковыйларға 2 ай, адлерға 3 ай болды. Нормальный ма шайға жаза кетіңіздер. Мына шелковый набрус атеш. Енді достар, шынымен де мен де өзім де байқадым, айтып жатыр комментта асықпай өседі ғой деп. Мен де шынымен де байқадым, асықпай өседі. Білмеймін не себептен екенін, келсем ол мен асықпай өсетіне. Өйткені бұлар анасыз күрксіз өскеннен кейін асықпай өсе ме, ол жағын точно білмедім. Бірақ та асықпай өседі, шынымен де. Мысалы, адлерларым пайдейші. Бұлай қарасам 2,5 айға құсас, бірақ 3 ай болған. Шелковыйларым 1,5 айға құсас, бірақ 2 ай болған. Потом мынау көкемнен алып келген балапандар 2 ай болды. Нормально өшіп жатыр, по идее. Мына жақта чихать ете беретін бір балапан бар. Басын қайтартып қозғай береді. Сол жалпы нормально өсіп жатыр. Мына ухилу бар, тауық. Жалпы бұлар ақырына өсіп жатыр. Жем всегда наличие. Жем шуақ бермеймін мен. Жем әрдайым тұрады оларда. Так, тауықтарым халдары жақсы. Нормально ыстықтап отыр. Скоро достар, нетсе қыстама үлкен тауықтар өседі. Содан кейін осылардың жұмыртқасын заказ қабылдап берсе, ала берсе сөйтіп нететін болам. Нормально енді өсіп жатыр. Тез емес, ақырына өсіп жатыр. Сол бізде бәрі жаңалық. Қазір жем көрсетем. Жем түсіріп кетем дедім ғой. Сол жем түсіріп көрсете кетем. Не беріп жатырмын. Бағана барып алып келем. Жем сататын жерден жымық алғам. Қазір көрсетем, не алғам полностью. Так, фонарик қосайын. Так, жмых, в общем, достар, мне жмых. Сосын бұл жмых целым видео алдым. Потом мұнда старт, не қазір бәрін көрсете кетейін. Так, мұнда рыбакос, мясокос. Қазір тоже айтатын болам, қалай не беру керек. Так, мне жмых өстіп алдында, короче, жмых бәрін түсіріп кетейін. Кормовой мел, кальций дейді ғой. Сол, в общем, короче, қазір айтам. Мына жақта кешкі жем дайындап қойдым. Мынау бағана ыстан алып қалған бидай. Так, в общем, кальций дейтін, жмых дейтін, қазір жмыхты қалай дробить еткенімді айтайын. Бізде дробилка жоқ. Прям осы неге сеу алдында, мына бір кубалдың алдында соғып сөйтіп дробить еді. Ситадан өткізіп, ана аяқта тұрған ситадан өткізіп, әне бір ситадан өткізіп дейтін, сөйтіп дайындап қойдым. Так, в общем, жмых бізде белок, одан бір балапан 3 грамм жеу керек. Смотря кімде қандай балапан. 2 айға дейін, 3 айға дейін балапандарға, 2 айлық балапандарға 5 грамм береміз. Бір балапанға 5 грамм. Соны есептей аласыздар, мысалы 10 балапан болса 50 грамм дейтіндей сөйтіп есептейсіздер ғой. Содан кейін бір айға толмаған балапандарға 3 грамм жмых. Ал жаңағы аппақ кормовой мел бүкіл жақта сатады оны, по идее. Одан бір айға дейін 5 грамм, бір айдан 3 айға дейін 10 грамм бір балапанға. Тауыққа, енді тауыққа қарайсыздар өздеріңіз. Тауық кішкене ауру, сәл-пәл ауру, сондай болса, конечно, бересіздер тауыққа да.
Сосын мына рыбакос, мясокос тоже 1 айға дейін 2 грамм, 1 айдан кейін 3 грамм, 4 грамм. Мына рыбакос, мясокос, мыналар міне осылар бидайға араластырып берсеңіз, кәдімгідей ана тауықтың аппетитін көтереді. Білмеймін не қылып екен. Жалпы тауық өзі балық жақсы көреді ғой. Балықтың қарнын басын берсеңіздер, тауыққа кәдімгі жеп алады. Сондай аромат береді. Былай да өзі белок пайдалы. Мен осындай күн атқанда осындай бұқтырылған жем, сосын кейін қазір суын ауыстырып қоямын, себебі мен бұны пайы өсіріп жатыр едім, айттым ғой. Сол бұқтырылған жем, содан кейін комбикорм, сосын сол мясокос, рыбакос, кормовый мел бәрін араластырамын да берем. Себебі бұлар таңертең дейтін да, таңертең қатты ыстықтан кішкене арықтай бастайды. Ал кешке жақын күн атқанда өйстіп кішкене салмақтарын көтеріп неғып аламын. Потом олар қонақтағанда оның бәрін керегін организміне алып, керек емесін атқып шығарады. Сол үшін. Енді күнде видео шығатын болады. Достар, содан кейін күрікке келетін болсақ, күрік, в общем, мен бұларды күні 2 рет, 1 рет жаям. Смотря настроенияларына қалай. Если қатты шыққылар келіп тұрса, онда күні 2 рет жаям. Өздері шиқылдамай, нормально жүре берсе 1 рет жаям. Содан бұларға вторник, пятница жұмыртқа берем. Вторник лукпен араластырып, пятница жай просто жұмыртқа. Анда-санда морковь нетіп берем. Чорканы өткізіп, витамин А тек қана адамға емес, балапанға да пайдалы. Бірақ обязательно, достар, в общем, шайдан бастап бересіздер ғой. Ой, шай деп қой, шаптадан бастап бересіздер балапанға. Мысалы, менікіне қазір мен морковь беріп жатырмын, почти 3 апта болды. Шаптадан бастап бұл жағына бүдегелері кішкене қортады, сондай заттарды. Жарты сау болыңыздар, достар. Видео қызықты болған деп ойлаймын. Видео қызықты болса комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісіп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сау саламатта жүздескенше, ассалаумағалейкум.